Энергетиктер күні желтоқсан айының 3-ші жексенбісінде Қазақстанда ресми түрде атап өтілетін кәсіби мереке. Бұл мерекеге Қазақмыс қызметкерлерінде тікелей қатысы бар. Компания Қазақстандағы ірі электр қуатын өндіруші болып табылады. Ішкі нарыққа қажетті электр қуатының 20%-ын жеткізу арқылы өзінің өндірістік қызметімен қоса жергілікті тұрғындарды да электр қуатымен қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта компания активтерінің құрамында орталық және Жезқазған өңірінде орналасқан Қазақстандағы ең ірі Екібастұз ГРЭС-1, 3 жылу электр орталықтары, 2 көмір өндіру разрезі және басқа да энергетикалық кәсіпорындары бар. Энергетиктер күні жылдың аяқталуына дөп келгендіктен жыл бойы атқарылған жұмыстардың қорытындысын шығаратын сәтте келіп жетті. Өтіп бара жатқан 2012 жылы отын энергетикалық кешен үшін оқиғаға бай аса маңызды жыл болды. Биыл біз Екібастұз ГРЭС-1-дегі 8-ші нөмірлі энергоблокты уақытында іске қостық және шығын қарастырылған бюджет көлемінде жұмсалды. Қазақмыс Энерджи жауапкершілігі серіктестігі деп аталатын жаңа заңды Топарда орналасқан Қарағанды ГРЭС-2, бұрын Қазақмыс корпорациясы Это новая веха в развитии данных предприятий. жылу электр орталықтары кірді. Бұл аталған кәсіпорындардың даму тарихындағы жаңа кезең. Біз Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кәсіпорындарын ғана емес, Қарағанды облысында тұратын тұрғындарды да электр қуатымен сенімді түрде қамтамасыз ететін боламыз. Екібастұз электростанциясы іргетасы қаланған 80 жылдардан бері Қазақстандағы ең ірі энергия қуатын өндіруші кәсіпорын деген атағына кір жұқтырмай келеді. Электростанцияның жобалық қуаты 4000 мегаватт және қазіргі уақытта 3000 мегаватт электр энергиясын өндіру арқылы қазақстандық тұтынушылардың 18%-ын энергиямен қамтамасыз етуде. Станцияда 3000-нан астам қызметкер жұмыс істейді. 2009 жылы Екібастұз ГРЭС-і Қазақмыс Power бөлімшесінің құрамына кірген болатын. Сол уақыттан бері станцияның қуатын қалпына келтіру және өндірістік қуатын арттыру бойынша жұмыстар күні бүгінге дейін белсенді түрде жүргізілуде және жалғасуда. Мысалы, станцияның 4-ші энергия блогында электротазартқыштар орнатылды. Құрал жабдықтарға ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу аяқталды. Жаңарту бағдарламасы аяқталғаннан кейін ГРЭС-1 өзінің өндірістік жобалық қуатын, яғни 4000 мегаватты толық игеретін болады. 2004 жылы Қазақстанда қалыптасқан жағдайға байланысты басшылық өндірілетін қуат көлемін арттыру туралы шешім қабылдады да қайта құрылыстау және модернизациялау жұмыстары басталды. Бұл 2004 жыл болатын. Сол уақыттан бері бірнеше жыл өтті. Жаңа асу типі жүйесін енгізе отырып, 6 блокты модернизацияладық. Көптеген электротехникалық жабдықтарды айырбастадық. Осы бағытымызды әрі қарай жалғастырудамыз. 2014 жылы 2-ші блокты іске қосамыз және 2016 жылдан бастап бекітілген жобалық қуатымызды толық игеріп, 4000 мегаватт энергия қуатын өндіретін боламыз. Аталған жоспарымыздың іске асатынына шүбә келтірмеймін. Ұжымымыз ұйымшыл, кез келген міндетті орындауға дайын. Оның үстіне біз жақсылап тазартылатын электротазартқышы бар блокты іске қосатын боламыз. Қазақмыс Балқаш жылу электр орталығы, Қарағанды ГРЭС-2 және Жезқазған жылу электр орталығы сияқты ішкі электростанцияларының арқасында энергия көзіне тәуелсіз компания болып табылады. Соңғы екеуі биылғы жылы мерейтойларын атап өтті. Топардағы ГРЭС-2-ге 60 жыл, жылу электр орталығына 50 жыл толды. Жезқазған жылу электростанциясы іске қосылған уақыттан бері жылу мен электр қуатымен Жезқазған өңірінің тұрғындарында, өнеркәсіптік кәсіпорындарында үздіксіз қамтамасыз етіп келеді. Станция жыл сайын 1 миллиард киловатт сағаттан астам электр қуатын және 1 миллион кал жылу энергиясын өндіреді. 2009 жылдан бері Қазақмыс жылу электр орталығының жөндеу жұмыстарын, негізгі және көмекші құрал жабдықтарын сатып алуды қаржыландырып келеді. Соңғы жылдары Қазақмыс біздің орталыққа мол көлемде инвестиция салды. 2012 жылы турбиналарға, турбоагрегаттарға және қазандық агрегаттарына 3 миллиард теңгеден астам күрделі қаржы жұмсалды. Жабдықтардың ағымдағы жөндеу жұмыстарына 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Компанияның әртүрлі энергетикалық компанияларында кәсіби шеберліктері шыңдалған мыңдаған энергетиктер қызмет атқарады. Ондаған мың адамнан құралған Қазақмыс тобы компаниялардың ұжымы өздерінің әріптестері энергетиктерді кәсіби мерекелермен шын жүректен құттықтайды және күн сайын күндіз-түні үздіксіз жұмыстарының арқасында әр үйге, әрбір өнеркәсіп нысаны жылу мен жарық жеткізіп тұрғандары үшін алғыс айтып, ризашылықтарын білдіреді.